Сәлем, бұл Миратрикс. Осы аптада Веном 3 фильмінің трейлері шықты. Бұл жобада актер Том Харди Веноммен қош айтыспақ. Сондықтан мен ерекше жобалармен естен адасқан, бірақ харизмасы тартып тұратын кейіпкерлерді таңдайтын актердің өнер жолын шолып өтпек болдым. Ендеше сізді де қызықтырса, жайғасыңыздар. Біздің бүгінгі оқиға 1977 жылы Лондонда басталады. Сол қалада сол жылы қыркүйек айында сурет және ол кішкентайынан ерке болып өскен және бұзық болған. Кішкентайында актерлік мектепте оқиды, онда бүкіл тобымен бірге Гэри Олдманның фанаттары болады олар. Сабақта бәрі Гэри Олдман болғысы келетін және Том Харди класстастарына қарап, жоқ, мен сендерге қарағанда көбірек Гэри Олдманмын деп отыратын үндемей. 1986 жылы 11 жасар Том мектепке келген полиция қызметкерінен тыйым салынған препараттардың зияны туралы лекция тыңдайды, бірақ керісінше соларға қызығып кетеді. Оған қоса сол жылы Гэри Олдманды әлемдік жұлдызға айналдырған Сид пен Нэнси атты фильм шығады. Онда Хардидің кумирі есірткіге батқан рокердің рөлін ойнайды. Шынайы оқиғаға негізделген жоба. Бұл сөзді бүгін көп естисіздер. Бір сөзбен, Том 13 жасында құмарланып қалады және біраз жыл соған тәуелді болады. 1998 жылы 21 жасқа келген Том Харди модельдер байқауын жеңіп шығады. Драма орталығына түседі оқуға және аты аңызға айналған Энтони Хопкинстің мұғаліміне оқуға түседі және досымен рэп дуэт құрады. There's no love, there's no life. Surrounded by these lives and lies. In this world I hold my wife to my chest in the night. I press her face close to mine. Бірақ 2001 жылы оның қараптан-қарап актерлік мансабы басталып кетеді. Қару бауырлар атты HBO мен BBC-дің бірлескен телесериалына түседі. Екінші дүниежүзілік соғыс туралы сериал болады. Соның 1-2 сериясында Хардиді іздеп табуға болады. Айтпақшы, одан басқа бұл сериалда болашақ X-мендер Майкл Фассбендер мен Джеймс Макэвой бар. Осындай бастамадан кейін Том Хардиге солдат кейпі жабысады да қалады. Өйткені сол жылы 2001 жылы Ридли Скоттың Қара қаршыға атты фильмінде Том Хардиның толық метрлі дебюті болады. Ол да соғыс туралы. Айтпақшыдай, кіші Джордж Буштың сүйікті фильмдерінің бірі саналатын кино. Келесі жылы 2002 жылы Саймон ағылшын легионері атты фильмде түседі. Ол да соғыс туралы. Сөйтіп қатарынан бірінші 3 жоба, 3-еуі де соғыс туралы. Біздің 1.90-дағы Ермек Тұрғанбек сияқты жыл сайын солдатты ойнайды. Жазда форма киеді, түсірілімге шығады. Содан соң сол 2002 жылы «Точки над И» деген экспериментке түседі Том Харди. Эксперимент дегенім, бұл фильм мелодрамамен басталып, детективті экшнмен жалғасады да, қанды триллер болып бітетін сондай бір эксперимент. Және Том Хардидан басқа ол жерде Гаэль Гарсия Берналь түседі. Сосын «Жұлдызды жол жаза» деген фильмге түседі. Танымал боламау деген бір ойы болады Том Хардидің. Өйткені бұл бұрыннан келе жатқан франшиза және фильмнің фанаттары бар дегендей. Бірақ фанаттарға бұл фильм ұнамай қалады және прокаттан құлайды ол. Соны білген Том Харди қызымен айырылысып кетеді, кішкене ішіп кетеді, тіпті өмірмен қоштаспақ болады. Осындай күйде 6 жылдай жүреді. Алайда жұмыс істеуден бас тартпайды, тіпті зиянды әдеттерінен құтылып үлгереді. Алдыңғы зиянды әдеттерінен құтылады. Сөйтіп 2003 жылы «Ақыны алатын уақыт» фильмінде әйел кейіпкерінің маманы саналатын актердің рөлін ойнайды. Ол жерде де одан басқа көптеген актерлер түседі. Мысалы, өте қызықты бір рөл. Содан Том Хардидің таңдап жүретін бір әдісі пайда болады сол фильмнен кейін. Келесі 3 жылда Харди 10 фильмге түседі. Өзінің Олдмандай түрлі жанрлы актер екенін көрсеткісі келеді. Тіпті София Копполаның Мария Антуанеттасына түсіп кетеді барып. Алайда бұл жобалардың ешқайсы оны танымалдылыққа жетелемейді. Одан «Жұлдызды жолдан» кейінгі депрессиясы одан бетер күшейеді. Бірақ ол жай ғана нашар көңіл күй емес, тағдырдың Томды бір фильмге дайындағаны екен. 2007 жылы Стюарт өткен өмір шынайы оқиғаға негізделген фильмде Харди үйсіз алкаш наркоманның рөлін сомдайды. Томның айтуы бойынша бұл рөл оның мансабындағы үздік рөл.
оны тіпті кейіпкердің туыстары да растауда. Хардиден бөлек бұл фильмде Бенедикт Камбербэтч, жап-жас Бенедикт Камбербэтч түседі. Сөйтіп 2008 жылы келеді, танымалдылықтың көкесі осында. Алдымен Бронсон деген фильм шығады. Бұл да шынайы адам, қатыгез бандит. Харди бұл рөл үшін 19 килограмм салмақ қосты. Шынайы Бронсонмен хабарласты да, көрісті де. Актердің талпынысын байқаған Бронсон тіпті өзінің фишкасына айналған мұртын қырып актерге жібереді екен. Осыны түсірілімде тағып жүрді. Содан кейін рок-н-роллшы шығады. Гай Ричидің фильмі. Жалпы ТМД-дағы көрермендер Том Хардиді сол рок-н-роллшыдан бері тани бастады-ау деген ой бар. Өйткені бізде мысалы Гай Ричиді өте қатты жақсы көреді ғой, біздің елде. Біздің елде, қасымыздағы елдерде демекші. Сөйтіп Гай Ричидің рок-н-роллшысына түседі. Осы фильмнен кейін екеуі де Голливудқа жолдама алады. Қызығы рок-н-роллшының соңғы сахнасында басты кейіпкер де сөйтіп айтады ғой, мен көке сен сияқты нағыз рок-н-роллшы болғым келеді, мен Америкаға кеттім деп. Сөйтіп ана кейіпкер де Америкаға кетеді, Гай Ричи де Америкаға кетеді, Том Харди де Америкаға кетеді. Сөйтіп сол жылы 2008-де Голливудтық бастамасы да жаман емес болып шығады. Ұры кодексінде экранды Харди Морган Фрименмен және Антонио Бандераспен бөледі. Әсерлі 2008 жылдан соң Харди 2 сериалға түседі. 2009 жылғы 2 сериал. Солардың бірінде болашақ әйелмен танысады да, жерлесі әрі мәнсабындағы басты режиссерлердің біріне айналатын Кристофер Ноланмен танысады. Сөйтіп бастама деген фильмге түседі. Начало, яғни. Біріншіден, бұл ұлы режиссердің ұлы фильмі, екіншіден кастингі өте мықты, және сондай жұлдызы көп кинода Харди нағыз танымалдылыққа жетеді, сөйтіп арманын орындайды. 2011 жылы Харди жауынгер атты спорттық драма үшін тағы да салмақ қосады, ал келесі жобада жас актердің тағы бір арманы орындалады. Майкл Фассбендер Тыншы құршы деген фильмнен бас тартады, самай қалады, және оның орнына кездейсоқ продюсер Том Хардиді байқайды, мынау Брэд Редфордқа ұқсайды ғой деп сол жобаға тартады. Осылайша Том Харди өзінің кумирі Гэри Олдменмен бір жобада төбе көрсетеді. 2012 жылы әлемнің ең мас өңірі деген фильмнің түсірілімінде Харди үйсіз итті асырап алады. Одан басқа Шайа Лабафты мазақтаймын деп, одан таяқ жеп қалады, екеуі төбелесіп кетеді кәдімгідей. Содан соң онда соғысайық атты романтикалық комедияға түседі. Жалпы Том Хардиның комедиялары көп емес, сондықтан көрмесеңіздер бұл фильмді көріп жіберіңіздер. Том Хардидан басқа ол жерде Риз Уизерспун мен Крис Пейн ойнайды. Содан соң Голливудтық мәнсабында алғаш рет бетіне маска тағады. Ол Бэйннің маскасы. Харди бұл рөлді Бронсонды ойнаған үшін алдым деп ойлайды. Сөйтсе режиссер Кристофер Нолан ол фильмді көрмепті де, ол басқа фильмді көріп, сол бастамада түскен баланы шақырайын деп шақырып алады. Қызықты факт, Қара рыцарь аңыз жаңғыруы фильмінде Харди қайтадан Олдменмен бірге ойнайды. Кім білет, мүмкін сүйікті актерінен сабақ алып та үлгерген шығар ол, өйткені бүкіл фильм бойы маскамен жүрген Харди көзбен ойнап үйренеді. Ол да келешекте керек болып қалатын жайт. Сөйтіп 2014 жылы Лок атты фильмде Харди қайттан үлкен экспериментке барады. Өйткені оның кейіпкері 1,5 сағат бойы көлік айдап келе жатып телефонмен сөйлеседі. Көрерменді мұндай жағдайда Гэри Олдменді ұстай алмайтын шығар, бірақ Хардидің ол қолынан келді. Айтпақшы 2015-те Олдмен мен Харди нөмірі 44 атты фильмде ойнады, бірақ ТМД елдерінде бұл жоба көрсетілген жоқ. 50 миллионға түсірілген картина прокатта 12 ғана миллион жинады. Дегенмен Хардиді ол жылы мұндай жайттар тоқтата алған жоқ. Өйткені 2015 жыл Том Хардидің жылы деп айтсақ болады. Оған 3 себеп бар. Бірінші себеп аңыз фильмі. Онда Харди бір-біріне тым ұқсамайтын егіз бандиттерді ойнайды. Шынайы оқиғаға негізделген фильмде Харди продюсерлік дебют жасайды. Екінші себебі Аман қалған фильмі. Және сода ол Оскарға үміткер болады. Айтпақшы, түсірілім кезінде Леонардо Ди Каприо Том Хардимен спорласқан екен. Харди номинация бермейді депті, Лео болса береді деп айтыпты. Сөйтіп ақыры Лео жеңді. Қазір Томның денесінде Лео бәрін білет деген тату бар екен.
Үшінші себептің атауы Жынды Макс ашу жолы жобасы. Харди Жынды Макстың алғашқы актері Мел Гибсоннан бата алды, оны өткен шығарылымда айтқан болатынмын, сілтемесі мынау жоғарғы бұрыштан шықты. Бұл рөл Хардидің көзбен ойнау қабілетін керек етті, өйткені кейіпкері қайттан маска киеді. Айтпақшы, бұл фильмде түсу үшін Харди суицид құрамасынан бас тартыпты. Сөйтіп 2017 жыл келеді, Харди продюсер ретінде Табу атты сериалды жарыққа шығарады, және сонда өзі рөл сомдайды. Оған қоса әкесімен бірге сценарий жазады осы сериалға. Оның асырап алған иті қайтыс болады. Сол 2017 жылы актер оған арнап хат жазады да көптеген жанкүйерлерін мұңға батырады. Сосын 3-ші рет маска тағады да 3-ші рет Кристофер Ноланның фильміне түседі, және 4-ші рет соғысқа қатысады. Дюнкерк жобасында ол аты жоқ ұшқыштың рөлін сомдайды. Келесі бірер жылда Харди франшизаларға назар аударады. Бірінші жұлдызды соғыстарға кіріп шығады, әшейін соңғы джедайлар деген фильмде камеосы бар. Сосын Веном картинасында әйгілі Эдди Брок деген журналисттің рөлін ойнайды. Сөйтіп 2020 жылға жетіп қаламыз. Харди өзінің сүйікті жанрына оралады. Капоне тыртығы бар бет фильмінде ол әлсіреп бара жатқан Аль Капонедің кейпіне кіреді. Фильм пандемия кезінде шығады. Оған қоса көрерменнің көңілінен шықпайды. Өте бір қызықсыз кино болып шығады, бірақ Том қанжығасына тағы бір ерекше образды майлайды. Өйткені ана жердегі грим мен актерлік шеберлік деген өте жоғарғы деңгейде. 2021 жылы Харди тек қана Веномда ойнайды. Бірінші сиквеліне түсіп кетеді өзінің, және сосын өрмекші адамның титрдан кейінгі сахнасына кіріп шығады. Содан бері Харди кішкене көрінбей кетті десек болады. 23 жылы, мысалы, былтыр Остин Батлермен бірге түскен Байкерлер атты фильмі сол бір жыл бұрын жазда шығу керек болатын, бірақ сценаристердің көтерілісінен кейін осы жазда шығатын болды. Осы бір айдың ішінде шығып қалу керек. Осы аптада Веномның триквелінің трейлері шықты. Сыбыстарға сенсек, онда Хардидің кейіпкері 10 жасар Питер Паркерді қорғайтын болады. Айта кетерлік жайт, кішкентайынан жылқылардан қорқатын Харди осы трейлерде бұл қорқынышынан аттап көргендей болды. Өйткені мына сахнада жылқымен бірге кадрда жүр, мысалы. Бұл Хардидің франшизадағы соңғы рөлі, бірақ бұнымен мәнсабы тоқтамайды. Өйткені келесі жылға да жоспарланған жобалары бар. Соларды бірге көрейік. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.